Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз әлеуметтік желілер туралы айтатын боламыз. Дәлірек айтқанда, оларды жабу мүмкіндігі туралы. Сенатқа парламенттің төменгі палатасынан Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы келіп түсті. Күні кеше заң жобасы мәжіліске қайтарылды деген хабар шықты. Бұл жақсы жаңалық сияқты. Бірақ қуануға әлі ерте. Ерекше ештеңе жоқ сияқты. Баланың құқықтары кез келген өркениетте, елде қорғалу керек. Бірақ неге екені белгісіз халық наразы заңның қабылдауына қарсы петиция ұйымдастырылды. Тіпті митингі де болды. Неге олай? Өйткені нормативті құқықтық актін әдемі атауының астарында және балаларды кибербуллингіне қарсы күрес туының астында өте айқын міндеттерін бірі жатыр. Бұл әлеуметтік желілерді бақылаудан тұрады. Бұл қалай болады? Уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау үшін шетелдік платформадан Facebook, Instagram, YouTube және басқа пайдаланушылар саны бір ай ішінде 100 мыңнан астам заңды өкіл тағайындалу тиіс. Егер олай болмаса, онда әлеуметтік желі жабылу мүмкін. Ақпаратқа қол жеткізбей қалудың дәл осы мүмкіндігі қоғамды алаңдатады. Мысалы, келтіру үшін алысқа бардың қажеті жоқ. Осы жылдың қаңтар айының басында біз интернеттен толығымен ажыратылып, теледидардан ақпарат алуға мәжбүр болдық. Ресейде қазір шетелдік әлеуметтік желілер бұғатталған. Басқа жақтан қарағанда әрине мемлекет егеменді ақпараттық кеңістікті қорғауға міндетті. Ел тұрғындарына қатысты кибербуллингке барабар әрекет етуге тиіс. Бірақ мұны қалай жасайды? Бізге шет мемлекеттің телеарналарынан арнайы операцияны агрессивті насихаттау жалғасуда. Бірақ біздің үкімет оны тоқтатуға тырыспайды. Әлеуметтік желілердегі қудалауға келетін болсақ, кибербуллингке қарсы қолданыстығы құқықтық тетіктер жеткіліксіз. Ал бұл тиімсіз сот тәжірибесімен теңестіріледі. 1,5 жылдан астам уақыт бойы сансыз соттық процестерін бастан өткеріп, меншіл блогерді қалай ес жинатқанымыз есімде. Заңгер ретіндегі қарапайым көз қарасым бойынша Сенат даулы заң жобасы мәжіліске қайтарып дұрыс жасады. Шетелдік интернет платформалар туралы ережелер жойылады деп үміттенемін. Өкінішке орай тәуелсіз кәсіби баспасөздің жетіспеушілігімен әлеуметтік желілер қоғамның өз ұстанымын білдіретін жалғыз көзі екенін мойындау керек. Қазақстан азаматы ретінде мен кибербуллингке төтеп беру мүмкін емес деп санаймын, және басқа адамның құқықтары басталатын жерде сөз бостандығы аяқталады. Бірақ құдалау мен күресу үшін қазіргі прогрессивті әлем ұзақ уақыт бойы құқықтық тетіктер мен сот практикасының дамытты. Жаңа нәрсе ойлап табу немесе шетелдік тоталитарлық режимдерін үлгі алу жаңа Қазақстан туралы жуырдағы декларацияларға сәйкес келмейді. Қорытындылай келе, заң жобасының жұмыс тобының мүшесі ретінде мен өткен жаздың алдында балаларды кибербуллингтен құқықтық қорғау бойынша нақты ұсыныстарды жолдаған болатыны. Өкінішке орай олардың ешқайсысы ескерілмеді. Әзірге осы. Бұл заң жобасының тағдыры болашақтың еншісінде. Әлеуметтік желілер аумағында бұл талқысыз қалмайды деп үміттенемін. Жалпы уақыт өте көре жатармыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз. Жақсылықта кездескенше.